Саламатсыздар ма сіздер? Мен Мұрынжау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің И-1701 тобының студенті Қашағанова Ақниет, жетекшісі Қалиева Салтанат. Бұл көріп тұрғанымыздай Learning Apps сайтының интерфейсі болып саналады. Интерфейсте бұл жерде все упражнения, новые упражнения деген жаңағы өзінің бір қосымша менюлері бар. Сіз бұл менюлердің ішінде біз қазіргі кезде все упражнения менюне кіріп отырмыз. Бұл жерде әртүрлі категорияда әртүрлі пәндер немесе белгілі бір ғылым болсын, сол сияқты заттардың берілуі көптеген бірнеше таңдаулар өте көп. Және де оның астыңғы жағында әртүрлі мысалдар берілген, қалай тапсырма құру керек екенін, қандай жаттығулардың түрлері, қандай жаттығулардың типтері бар екенін түсіндіріледі. Біз Learning Apps тапсырма құру үшін ең алдымен біз оған кіру керекпіз. Ол үшін Learning Apps сайтының үстіңгі оң жағында Hot деген батырма бар. Сол батырманы басқаннан кейін сіздерге, егер сізде бұл сайтта аккаунтыңыз болмаса, сіз создать новый аккаунт батырмасын басамыз. Бұл жерде ең алдымен біздің атымызды, есімімізді енгіземіз, email пользователь жеріне. Содан кейін почта, email почтамыз, одан кейін өзіміз пароль шығарамыз. Неге сол жаңағы Learning Apps сайтындағы өзінің новый паролін енгіземіз. Неде условияны келсеміз, условияға галочка қоямыз. Осы 3 сатыға галочка қойып, мына кодты теріп жазамыз. Одан кейін создать конты батырмасын басамыз. Сіздерге мен бүгін өзімнің атауыма жаңағы аккаунт аштым. Не осылай шығады. Өсіп аккаунт ашқаннан кейін сіздерге автоматты түрде мои упражнения және мои классы деген батырма пайда болады. Бұл жерде сіздерге қандай упражнение құрасыз, сол сіздің аккаунтыңызда сақталады. Енді келесі біз Learning Apps сайтында бір тапсырманың типіне жаттығу тапсырма құрамыз. Енді тапсырма құру үшін біз новый упражнение батырмасын менюне кіреміз. Батырмасын басу арқылы. Бұл жерде көрсіз бір идея шығады. Ол идеяны белгілі бір тапсырманың типіне тапсырма құраймыз, оны толтырамыз. Яғни енгізу шарттарын, жауаптарын енгіземіз, жазамыз. Одан кейін біз әртүрлі соның ссылкасын алу арқылы әртүрлі жерлерге жібере аламыз, бөлісе аламыз. Мен бүгін хронологическая линейка деген тапсырма типін таңдаймын. Сізді бұл сайттың белгілі бір өзіңізге пайдасы, түсініктілігі, бұл бір тип таңдайсыз ғой. Одан кейін сізге деген примерлер беріледі. Примерге қарап, сіз қандай тапсырма екенін, ішінде не бар екенін, не салуға болатынын, қандай тапсырмаларды, сұрақтардың берілуі, солар барлығын түсіндіретін болады. Және де бұл тапсырманың примерлерді, мысалдарды сіздер орындай аласыз, батырманы басу арқылы. Енді сол тапсырманың типіне байланысты создать новое упражнение батырмасын басу арқылы тапсырма құрамыз. Ең алғашында сіздерге осындай интерфейс ашылады. Біз оны толтыру керекпіз, яғни біздің тапсырмамыз. Ең алғашында название упражнение жеріне мен бүгін логикалық тапсырма деген тақырып таңдадым. Келесі описание задания жеріне мен бұл логикалық тапсырманың шартын енгіземін. Шарты осындай. Келесі лента с цифрами бірінен кейін бірі орындалатын түн мен бүгін 3 сан енгіземін. Бізде 3 кейіпкер бар: Әсет, Марат, Талғат. Осы Әсет, Марат, Талғаттың орындарын табу керек. Қай кім, қай орындалды, нешінші орын алды деген. Сондықтан бірден 3-ке дейінгі сан таңдаймын. Келесі бұл жерде біз сұрақтар енгіземіз. Біз сұрақтарды текст, картинка, өзіміз озвученный текст, аудио, видео сияқты сұрақтарды енгізе аламыз. Мен бүгін текст егізем, яғни балдардың Әсет, Марат, Талғаттың атауын енгізіп шығамын.
Марат. Келесі заттап жаңа тапсырма сұрағымды шығару үшін добавить следующий элемент батырмасын басамыз. Текст. Әсет. Талғат. Енді бұл кейіпкерлердің қай орында алғанын жазу керекпіз. Оценка, яғни оценка және қай орындары дұрыс деген жауап жазамыз. Марат 3-ші орын, Әсет 1, Талғат 2-ші орын. Сіздер бұл жерге подсказка енгізе аласыз, өзіңіз қалғанша мен подсказка енгізбеймін, ал тапсырма оңай деп ойлаймын. Келесі подсказка көрсететін жерде подсказка көрсетсеңіз де болады. Одан кейін тапсырма орындап болғаннан кейін егер тапсырма дұрыс орындаса, отлично ты справился с заданием деген выражение шығады, бет шығады. Осыны тапсырманы біз аяқтап болғаннан кейін завершить и показать предварительный просмотр, яғни біз тесттеу өткіземіз, қалай шықты, қандай болды. Немесе бір дұрыс емес жерлер болса, настроить еще раз бітірміз арқылы жөндейміз. Міне осыны жаңағы задание. Біз орнын оқышамыз. Әсет 1-ші орын, Талғат 2-ші орын, Марат 3-ші орын. Тапсырманы орындап болғаннан кейін галочканы басады. Не, отлично ты справился с заданием. Окей. Болғаннан кейін біз тесттен өтті бұл. Сохранять упражнение бітірміз басамыз. Не айтып тұрмын жерде біздің мои упражнение жеріне сақталды. Енді біз бұнымен бөлісу үшін ссылканы копировать етіп жібере аламыз.